Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құрамына жұмыртқа сарымай қосылмайтын, өте жұмсақ болып шығатын балдардың сүйікті коржықтарының рецептін ұсынамын. Қыздар, міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан сәтті шығатын ең керемет рецепт. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен біздің айранымыз міндетті түрде жылы бөлме температурасында тұру қажет. Ыдысымызға құйып, шай қасықпен ас содасын саламыз, жақсылап араластырамыз. Біздің осы айран мен ас содасы қосылғаннан соң массамыз осылай көпіршіктенеді, 1-2 есеге ұлғаяды. Осындай реакция жүруі қажет. Көріп тұрсаңыздар, видеода көрсетілген реакция жүріп массамыз көп ұлғайды. Енді осы массамыздың үстіне қант және де сұйық май қосамыз. Тағы да бір келікті етіп жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде қыздар, қосатын ұндарыңызды ситадан өткізіп дайындап қойыңыздар. Ситадан өткізіп жасасаңыздар, коржықтарыңыз әдемі болып көтеріледі. Көріп тұрғандарыңыздай массамызды араластырып болдық. Енді дайындап қойған ұнымыздың жарты бөлігін саламыз. Оның үстіне шай қасықпен қопсытқыш саламыз. Қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Барынша ұнды бірнеше бөлікке бөліп салыңыздар. Қамырымыз қатты болмау қажет. Жұмсақ, қолға шамалы жабысып тұратындай сондай бір қамыр шығады. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз осындай жұмсақ болды. Столдың үстіне алып, қолыңызбен жұмыс жасап, қамырымызды жақсылап илеп дайындап аламыз. Одан кейін астына үстіне молырақ ұн сеуіп алыңыздар. Оқтаудың көмегімен орташа қалыңдықта жаямыз. Өте қатты жұқа қылып жаймаңыздар. Жұқа қылып жайсаңыздар, коржықтарыңыз піскен кезде қатты болып қалады. Сол себепті орташа қалыңдықта жайыңыздар. Арнайы коржыққа арналған форманы кондитерлік дүкендерден тапсаңыздар болады. Осы видеода көрсетілгендей формамен коржықтарымыздың формасын кесіп дайындап аламыз. Алдын ала пешіңізді де қыздырып қойыңыздар. 200 градуста пісіретін боламыз. Пергамент қағаз төселген формаға саламыз. Бетіне бұл жерде жұмыртқаның сары-уызын емес, кәдімгі айран жағамыз. Молырақ жағыңыздар, уайымдамаңыздар. Одан кейін сол қызып тұрған пеште 15 минут көлемінде пісіреміз. Әркімнің пеші әртүрлі қыздырады, сол себепті қарап тұрыңыздар. Бастысы күйіп кетпесін. Қыздар, керекті граммдарын барлығын осы видеоның астына жазып қалдырамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте жұмсақ болып шығады. Бір жасағаннан сәтті шығады деген сенімдемін. Осымен коржықтарымыз дайын. Егер видео рецепт сіздерге ұнаған болса, пайдалы болған болса, видеоға лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел, барлықтарыңызға рахмет.